Ертең жан шуағымен әлемді нұрландыратын абзал аналар мен аяулы қыз келіншектердің төл мерекесі. Әдемілік пен нәзіктік, сабыр мен парасат, қажыр қайрат тәрізді асыл қасиеттерді бойына жиған ақ жаулықты аналар отбасының ұйытқысы, тіршіліктің тірегі. Бейбіт заманда еңбегімен ел ырысын еселеген сан түрлі мамандық иелерінің барлығы да айрықша құрметке лайық. Әсіресе азаматтармен иық тіресе жұмыс жасап, техниканы меңгерген нәзік жандылар да арамызда аз емес. Әріптесім Лұқпан Елеу ел арасындағы ерекше ханымдар туралы тарқатып айтады. Мағрипа Сұлтанова Оралдағы зейнет зауытында 35 жылдан бері үзіліссіз еңбек етіп келе жатқан жан. Ерлермен бірге иық тіресе еңбек еткен ол ұжымның арасында сый құрметке ие. Осы кәсіпорында ұзақ жылдар бойы жүк көтергіш техниканың тілін меңгеріп, өз ісінің майталманы атанды. Кранда жұмыс істеу өте мұқияттылықты талап ететін іс. Ер адамдарға тән мамандық деп қарамай, талпынған жетер мұратқа демекші. Кейіпкеріміз қазіргі кезде өзгелерге тәлімгер болып жүр. Негізінен ерлерден тұратын ұжым болғанымен, нәзік жандыларға көзқарас ерекше көрінеді. 1984 жылы келгенмін. Осында гальванический цехқа келген біріншіде. Сосын деген 5 жылдан кейін кранға ауыстым. Кранда жұмыс істеуге қиын емес, жеңіл деп ойлаймын, тек қана не керек? Мұқияттық керек. Адамдармен істейсіз ғой енді, мұқияттық керек, сондықтан жұмыс бар, болашағы бар деп ойлаймын заводтың. Ал екінші кейіпкеріміз осы зауытта үзіліссіз жұмыс жасап келе жатқанына биыл 43-ші жыл толмақ. Ақжайық ауданына қарасты Жұбан ауылында дүние есігін ашқан Сағида Балажанова таңдаған мамандығы тракторшы. Алғашқы жылдары туған жерде жер жыртып, шөп шапқанымен Орал қаласына қоныс аударған соң іргелі кәсіпорынға жұмысқа қабылданған. Бұл жерде де ерлердің ғана жұмысын атқаруға тура келді. Өзіне ұнағандықтан бұл жұмысты басқасына ауыстыруға құлықсыз. Оның үстіне сан жылдар жинаған тәжірибесі де мол. Ер адамның жұмысы деп айтады, бірақ та енді меңгеріп кеткесін. Маған оңай сияқты, әрі қызық. Өзіме жақсы айтыру. Резинамен жұмыс істеймін, пластиналарды кесем, шикілерін пресқа пісірем. Неше түрлі форма бол, мұнда миллион формалар бар, соның чертежбен, планмен жұмыс жасаймыз. Қыз келіншектер жиі бара бермейтін жұмысшы мамандығынан өзге нәзік жандыларға тән емес, жұмыстарда аз емес. Солардың бірі полицияда қызмет ету дер едік. Ұрыларды ұстап, қылмыскерлердің ізін кесу қыз баланың қолы емес әрине. 22 жастағы Наталья Борзикова еліміздегі бірден бір жалғыз кавалерист. Қаршадай қыз бұл қызметке балалар мен жас өспірімдерге арналған ас спорты мектебін тамамдаған соң келген. Жылдар өткен соң заңгер мамандығын меңгеріп, бүгінгі таңда аттылар взводында тәртіп сақшысы санатында қызмет етуде. Оның жұмысы күнде ертемен тарлан атты тұлпарын баптаудан басталады. Рабочий день полицейского кавалериста начинается. Атты жасақ полициясының жұмысы оңай емес әрине. Ерте келіп ат қорадағы тұлпарымның үсті басын тазалап, жөнге келтіремін. Суарып барып, аттылы жасақшылармен бірге кезекшілік қызмет атқарамын. Жұмысым өзіме ұнайды. Бір тілегім әріптестерімді аналар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жаны жайсаң, инабатты да парасатты жандардың қоғамда алар орны керек, тек көбейе берсе игі. Әйелдерді еркектерден көп дейді, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой әдемі, әдемілік бізге көптік етпейді деп Мұқағали ақын жырлағандай барша нәзік жандыларды арнаның атынан құттықтаймыз. Лұқпан Елеу, Нұрлан Едеров, жаңалықтар үшін.